Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге үй жағдайында дәмді чөберекелердің рецебін дайындап көрсетемін. Бұл жерде ең басты нәрсе чөберекейдің қамыры. Қамыры өте оңай дайындалады, бірақ құпия ингредиенттер бар. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарауыңызды сұраймын, және де видеоны қолдап қойсаңыздар болады. Сіздермен бірге Айгерім, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, оның үстіне шым-шым тұзымызды салып, және де бір жұмыртқамызды салып, толыққанды араластырамыз. Яғни жұмыртқамыз бен тұзымыз бір қалыпты массаға енгенше, яғни тұзымыз ерігенше толыққанды венчиктің, яғни венчик болсын, осылай шанышқының көмегімен араластырамыз. Содан соң ұнымызды ситадан, яғни ұн илегіштің көмегімен өткізіп, толыққанды жақсылап тұрып тағы да бір араластырамыз. Бұл жерде ең басты құпияның бірі, қамырымыз жұмсақ үйленуі тиіс. Қамырды толыққанды иін қандырып, қамырды 30 минутқа салафанға салып, бөлме температурасына қоясыздар. Сол кезде қамырымыз жақсы, толыққанды жұмсақ болып иі қанады. Сол аралықта жуамызды дәл осылай, яғни пиязымызды көбектеп турап, оны майға қуырып алсаңыздар болады. Дәл осы видеода көрсетілгендей толыққанды майға қуырылған жуаның үстіне, яғни пиязымыздың үстіне езілген картоптарымызды салып, оның үстіне шым-шым тұз бұрышымызды салып, толыққанды начинкасын, яғни салмасын дайындап қоямыз. Салмасы толық дайындалып болған соң, иген қамырымызды алып, дәл осылай доңғалақтап, яғни дөңгелек формаға енгізіп, дәл осы видеода көрсетілгендей барлық кесілген қамырды дөңгелектеп орап асықпай шығамыз. Біздің дәл осылай формаға енгізіп жасауымыз бізге оқтауымыз бен илеуімізге ыңғайлы болу үшін дәл осылай жасап қоямыз. Сіздер өз қалауыңызға қарай дөңгелек формасына енгізбей-ақ оқтаумен ысып дайындай берсеңіздер болады. Маған дәл осылай жасаған өте ыңғайлы. Жасап болғаннан соң оқтаудың көмегімен дөңгелектеп жайып, толыққанды бір жұқалықта жайып аламыз қамырымызды. Толыққанды дөңгелектеп жайылған қамырдың үстіне бір қасық болмаса бір жарым қасық салмасын салып жайып шығамыз. Бұл жерде салмасы менде картоп пен пияз ғана болды, ал сіздің салмаңыз өзіңіздің қалауыңызға қарай тартылған ет болмаса ас-көк қосылған асқабақ болуы мүмкін. Өзіңіздің қалауыңызға қарай салмасын неше түрлі қылып дайындасаңыздар болады. Дәл осылай екі жағынан бастырып, қызып тұрған майда толыққанды екі бетін аудара отырып пісіріп алсаңыздар болады. Дәл осылай чөберекейіміз балғын, жұмсақ, тәп-тәтті болып шығады. Бестің шайына жақсы кетеді. Менімен бірге дайындаңыздар, каналға жазыла өтіңіздер. Сіздермен Айгерім.